Біздер кететін болдық. Заводта 20 жігіт осылай шешті. Қайда? КамАЗға. Бір жұмадан бері айтуға батылым жетпей жүреді. Құдағи, жердің түбіне ме? Сен бізге ерегесіп әдейі жасап отырсың ба, Теміржан? Жоқ, мамун. Бұл заводтың жолдамасы. Өте рас. Өстім, ер жеттім. Енді қалғандарын маған десе бірін өліп, бірін қал, солай ма? Наз, бұл игі сапар бұл. Иә, өз басың үшін. Бәлкім сол жақтан адам болып ораларсың. Біз өз күнімізді өзіміз көреміз. Прорвемся. Ақша көп. Әпкем айлық алады. Ом диссертациясын қорғайды. Мен стипендия алам. Наз, жарайды. Тимур, жолың болсын. Өз басым саған ризамын. Мүмкін сенің армандаған мақсатың сол жақта күтіп тұрған шығар. Жолың болсын, Тимур. Рахмет бол. Рахмет. Мен бұл жаққа барысымен қарызда ақша алып сенің банкетіңе салып жіберем. Рахмет. Мамуль, Ермек қайда? Ұйықтап жатыр. Мамуль, сіз мені кешіріңізші. Мен сізді көп қуантудың орнына көп ренжіткен сияқты. Кешіріңіз, Мамуль. Енді қашан көрісер екенбіз? Демалыс алған сайын келіп тұрам. Сіздер де келіп тұрыңыздар. Қазір жылы киімдерін салайын сен. Наз, сенімен қалай қоштассам? Терезеден лақтырып жібер. Қойшы. Салют, ертерек аттан. Сол жаққа неғұрлым ертерек жетсен, сенің парасатты болын соғұрлым жеделдемек. Сізде сау болыңыз, Гаухар. Теміржан, тентектікті ана көтергенмен дала көтермей, шет жақта жүресіңдер. Енді менің де ақылым сендерден асып бара жатқан жоқ сол. Әйтеуір. Түсіндім, бәріне түсіндім. Мамуль, жыламаңызшы. Мен соғысқа кетіп бара жатқан жоқпын. Енді жыласаңыз, тек қуанышта ғана жылайтын боласыз. Айтқан емес. Ал, мен енді жүрейін. Мен заводта. Жақсы, сау болыңыз. Теміржан, сенсің бе? Жарығым сол, қалайсың? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Құлыным сол. Назила қазір шет тілінен сабақ беріп жүр. Ермек мектепте оқып жүр. Қатын алдың ба жазған қатын? Жаным сол. Алдында салған ақшаларыңды алдық, енді салмай ақ қойыңдар. Өздерің жаратыңдар. Бізге жетеді осылай, Жақсы. Не дейсің? Бригадир қылып сайлады деймісің? Жаным сол. Қиын емес пе жұмысы? Жаным. Камила қалай? Сәлем айт, хат жазып тұрсаңдаршы, хат жазып тұрыңдар дейм. Жақсы. Жақсы, жаным, жақсы. Бригадир болдым бе? Құдай-ай, осы жерде жүргенде содан асқан тентек жоқ еді. Көз алдында жүргенде байқалмайтын болып тұр ғой. Әпке, сүйінші! Не болды? Сүйінші! Біздің яғни Омарымыз жаңа ашылған Қарағанды университетінің филология факультетінің кафедра меңгерушісі болып баратын болды. Омар ма? Я! Ойбай, ол жас емес пе? Зато ол басы бар! Құдай-ай, кафедра меңгерушісі Теміржанмен сөйлесіп едім, бригадир болыпты ол. Тимур бригадир болыпты. Вот дает. Тимур бригадир болғанда Омар деген кафедра меңгерушісі болмайды. Әпке, бүгін той жасамаса дейді болмас, әпке. Солай емес пе? Той жасаймыз ғой. Не дедің? Қарағанды дедің. Иә. Бұл да кетеді десейші онда. Жалғыз сұрамассыз. КамАЗ жақтан немереңіз келеді ғой. Әкеп тастайды, одан соң Омар да кешікпес.
айтқаны келсін, бірақ оған үшін әлі Омар үйлену керек. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің менен, құттықтаймыз сені. Жо-жоқ, бұл сен туған күнің бәрін де өзім істеймін. Отыр деймін, отыршы. Өзім қоймай. Отыр. Бәрін өзім дайындаймын. Тағырын қыталайын. Қоймай. Бүгін анау Омар мен Тимур келетін еді. Білмеймін, неғып кешігіп жатыр екен, пойызында келгенде біраз уақыт қалған осы. Қамажай, келеді ғой, келеді. Мына қара шаңырақ, оларды қайда жіберер дейсің? Ей Қамажай, бәрін өсірдің, жеткіздің, алдыма ғана мақсатыңа жеттің. Омарымды айтамын. Ғалым, Тимурым бригадир, Назилям мұғалім, Ермегің оқушы. Енді өзіңді де ұмытпасыңшы. Саған ешкім ренжи қоймас деймін. Осылардың анасын жоқтатпайын деп жүріп бар ғой. Өзім де ана болып кеткен сияқтымын осы. Мен қазір келем. Жақсы. Мамуля, телеграм. Не оған телеграм? Жайшылық болса жайлар. Мамуля, бригаданың өндірістік басқарма алдында ертең есеп беруіне байланысты туған күніңізге бара алмайтын болып, ол үшін бәріңізден 1000 мәрте кешірім сұраймын. Тимур. Әпке, кешір. Москвада өтетін халықаралық жиынға шоғылаттанып бара жатырмын. Қайтар жолда міндетті түрде соғамын. Өзіңді құшақтап сүйуші, Омар. Әпке, ғылыми кеңестің кейінгі ғылымына байланысты сенің туған күніне үлгере алмаймын. Кешір тентегімді, Назила. Бәрінің бастарыңды бір қоса алмадым ау. Кішкентай күндеріңде жақсы едіңдер. Қаумалап, мамалап. Бар өмірім осылай өте шыққаныма. Алдымен әке кетті. Содан соң шешем ауырды. Осының барлығы баланың басы болған соң ауыртпалықтың бәрі менің мойныма жүктелді. Шешеммен бірге ауырдым, қайғырдым, бірақ бірге өлгенім жоқ. Өйткені анам сал болып төсекте жатып. Қамажай, балаларды қаңғытпа. Бәрін өрісіне өргіз. Осы айтқанымды орындамасаң, аруағым риза болмайды деді. Сол сөздер менімен бірге кешке төсегіме жатты. Таңертең қанша қалжырап тұрсам да төсегімнен тұрғызып. Анамның айтқанын орындадым. Бәрін өргіздім. Бәрін айтып тандырдым. Енді кім қалды? Ермекте 4-5 жылға бұл да кетеді.
жұмыстан қолдары тимей жатқан шығар. Келе.